Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай әдемі тойбастар жасаймыз. Осылай орамалмен қалай тойбастар жасау керектігін үйретемін. Бұл дизайнды мен өзім жасадым. С нуля, клиенттің қалауы бойынша. Ал егер сіз де осындай әдемі дүниелер жасап, үйде отырып мен сияқты ақша тапқыңыз келсе, маған WhatsApp нөмірге жазыңыз. Осы видеоның астында WhatsApp-ны қалдырып кетем. Сізге ең алдымен жұмыс жасау үшін дайын шаблондар керек болады. Дайын шаблондар каналы 1000 теңгеден, свадебный 1000, детский 1000, праздничный 1000 теңгеден қазір акциямен болып жатыр. Соны аласыз, дайын шаблондарды скачивать етесіз. Сосын мен сияқты осылай принтерден распечатка жасап аласыз. Өте оңай. Жазуын жазып аласыз керек. Мысалы, Адина 3 жас деп мен биркаға жаздым. Ал астына, орамалдың астына қуанышымызды бөліскеніңіз үшін рахмет деп жаздым. Сол сияқты сізде клиенттің қалауы бойынша жазулар жаза аласыз. Содан дайын шаблон шығарып аласыз да жұмыс жасай бересіз. Өте оңай. Видеодағыдай осылай қиып шығамыз барлығын. Артық жерлерін, особенно қара рамканы қиып тастаймыз. Тойбастарымыз әдемі болып көріну үшін, ішіндегі принті бәрі әдемі, соны видті құртпау үшін осылай бәрін қиып шығамыз. Бұл жерде 260 грамм немесе 300 граммдық бумагамен жұмыс жасауды ұсынамын, чтобы орамалдың астындағы қағаз майысып жаман болып қалмау үшін. Астын қиып алдық, енді биркасын қиып аламыз. Оны да тоже 260 немесе 300 грамм аралығындағы бумагамен, глянцевый, односторонний глянцевый бумага болады. Сомен жұмыс жасаймыз. Осылай қиып аламыз. Қиып алған қағазымызды осылай дыраколмен екі жақшаны тесеміз. Дыраколмен тесіп алғаннан кейін бізге лента керек болады. Лентаны примерно көз мөлшерімен өлшеймін. Осылай қиып дайындап аламын. Содан кейін горячий пистолетті қосамыз. Қызу керек ол. Бұл жерде обязательно горячий клеймен жұмыс жасау керек. Әйтпесе басқа клейлер ұстамайды лентаны. Осылай примерно ортасына дәлдеп лентамызды жабыстырып аламыз. Сосын алдын ала дайындап қойған орамалымды лентаға әдемілеп байлап қоямыз. Бірінші биркамды өткізіп аламын қазір. Лентадан әдемілеп. Осылай екі жақ жағынан бірінші ішке қарай кіргізіп өткізген дұрыс, суретін жауып қалмау үшін. Осылай өткізіп дәлдеп аламыз да лентамызды байлай саламыз. Сонымен тойбастарымыз дайын. Әдемілеп осылай байлап лентаның артық жерін қиып, лента тарқап кетпеу үшін күйдіріп беремін мен. Осы сияқты басқа да тойбастарлар жасауды үйренгіңіз келсе, маған подписка жасауды ұмытпаңыз.